Ел жаңалықтарына ораламыз. Бүгін Украинада еске алу күні. Атап айтқанда, Киевте былтырғы жылы майданда қаза тапқан аспан жүздігін еске алу шарасы басталды. Украинаның Астанадағы елшілігінің хабарлауынша, шараға Украина президенті Петр Порошенко қатысып сөз сөйлейді. Сол кезде Евромайданға барып оқиғаны көзімен көріп қайтқан қазақ жастары болса, бұл Украинаның Еуропаға бұрылуының басы дейді. Толығырақ Өркен Жоямергеннің бейнематериалында. Бүгін Украинада қаралы күн. Осыған орай Киевте 2013 жылдың желтоқсаны мен 2014 жылдың ақпан айы аралығында елдің бас алаңы майданда қаза тапқан 106 адамды еске алу шарасы өтеді. Украина елінің Қазақстандағы елшісі шара туралы айта келіп, Еуромайданның сол кездері қойған талаптары рет-ретімен орындалып жатқанын тілге тиек етті. С осени прошлого года былтырғы күзден бастап Украинаның Еуроодаққа кіруін қамтамасыз ететін саяси жұмыстар басталды. Ал 2016 жылдың қаңтарынан экономикалық келісімдер жүзеге асатын болады. Соның арқасында Еуроодақ пен Украина арасында еркін сауда-саттық жасалады деп жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде Еуроодаққа біздің ел бірқатар тауар шығара алады. Сонымен бірге осы жылы біздің мемлекет азаматтары Еуропа елдеріне визасыз барады деп те күтіліп отыр. Бүгінгі басымыздан өткеріп жатқан қиындықтарға қарамастан мемлекетіміз НАТОға мүше болуға дайындықтарын жасауда. Украинаның Қазақстандағы ресми өкілінің сөзін тәуелсіз журналист Жанболат Мамайда растап отыр. Ол былтыр Украинаға арнайы барып, майдандағы жағдайды көзімен көріп қайтқан еді. Оның пікірінше, Киевтің бас алаңында басталған осы саяси оқиға алдағы уақытта мемлекеттің өсіп өркендеуіне септігін тигізеді. Украинаның өзі шын мәнінде Ресейдің осындай бір колонизациялық, саяси колонизациялық, экономикалық колонизациялық саясатынан шаршады. Колонизацияға қарсы процестер Украинада міндетті түрде болуы керек болатын. Бұл тарихи процесс. Енді Янукович сияқты бандиттер, Янукович сияқты қарақшылар билікке келе алмайды Украинада. Қайтадан мынау Кремльдің интеграциялық жобаларына ешқашан Украина қосылмайды. Крымнан кейін, басқа да Донбасстағы оқиғалардан кейін. Және қалай болғанда да Украинада үлкен саяси реформалар, саяси процестер бәрібір жүреді. Ал өткен жылы майдандағы жағдайға куә болған тағы бір қазақтың жас белсендісі Украина халқының өжеттігіне сүйсінгенін айтады. Әсіресе Украина елінің азат елі атануға талпыныс жасау жолында жастар айтарлықтай белсенділік танытқан. Майдан бір жанұя сияқты, бір отбасы, ұйымшылдықпен ешбір бұзақылық көрмедік біз мысалы. Олар енді ол халықтың бір несі сияқты болды. Халықтың қалауы сол кезде және шындық үшін күресі. Алайда Украина мемлекеті басынан өткеріп отырған қиындық әзірге сейілген жоқ. Себебі елдің шығысындағы сепаратистермен арадағы қақтығыс әлде болса тоқтамады. Ал елшілік өкілдері бұл қиындық сол маңда тыныштық орнағанда ғана еңсеріледі дейді. Өркен Жоямерген, Виктор Гуц, Қазақ Ньюс, Астана.